Бесінші трек. Айқоңыр тамсанып жатып қалып кетті. Ұйқыға бірақ шомалмады. Пысқырынған, тарпыған жылқы даусынан оянып кетті. Жыртқыштың нәпсісі қозып, қолма-қол ыдыны құрып, сілекейі шұбыра тыңдады. Тұяқты мал иісі мұрнына келе қоймаса да, бұл жақтан жерге жылқының шұқырасқан үні анық естіліп тұрды. Аю төрт аяқты жемінің жүйріктігін, тіпті жақын маңдап жүргенін бағамдап қозғалмай қойды. Танауменен тыныста тартты. Үркітіп алмас үшін, жел жағынан шықпас үшін әккі жыртқыш тырп етпей жатып, амал айласын сайлады. Айқоңыр мысық табанда орнынан көтерілді. Аспанда айда көтеріліпті. Оның күлгін сәулесі айналаны көгілдір тарттырып тұр екен. Биік ұшқаттың батыс жағынан ала көлеңкелей бой жасырған жыртқыш елдің шығыстағы Сарытау беттен ескенін, жылқылардың шұрлы түстіктегі қиыс беттен екенін бағдарлады. Ол тынбай биігі басындағы шоқынып, батысына шеңберлей айналып, жемі мен желдің алдына шығуға бой салды. Сыбдырын шығармай салмақтай басты. Тақия төбелі шошақты шырайнала шырғалай жөнелді. Төңіректеп те үлгірді. Шарбы бұлтты шанши төгілген ай сәулесі де нәрсіз. Айнала алаң көлеңкелене, қара отқан табиғат күлгіндене қалған. Таудай келген табиғат тағысы ескі жұртты төңіректеген, жалғыз жарым саяқсыған жас сәуріктің қалың жылқыдан үйірлей бөліп алып қалған 5-6 бас құлғұйрықтының алдынан шыққан. Бұла бойында бүкірейте қалған. Танауына жылқының басқа жануарға бітпес асыл текті тері иісі келген. Бойы шымырлап кетті. Биік басын қызыл ызғыры көрді. Ызғырықты жылқыларда, жыртқышта елең құрлы көрмеді. Күнгейге селдірей біткен кәрі құртан қарағайлардың арасында қиялай, шашырай жайылған жануарларға сасықтан иіс алдырмай, сыбдырдан дыбыс шығармай, жақындауды көздеген Айқоңыр табан суытты. Әрі әрсіз айла шарғысын аңдаған. Еліктей үркек, қояндай қорқақ тектілерге қар басқан түлкідей сақсынып, аш бөрдей айласын асырып баруды бек тұтты. Бірақ аю атаулының қысаң жерде жол табар, қауіпті жерде азу салар, сұмайлы амалы еш жыртқыштан артық түспесе, кем соқпасы анықты. Осы өңірдің қасқырларындай қорқау, барысындай бұла, түлкісіндей тақыс екендігін бұлай қойғанда, адамнан да, аңнан да алдап соғар сезімтал сұңғылалығы бір басына жетерлік. Жаз жамалында осы биік басын сырттап қалған мал тұяғынан айра-жайра жол түскен қалың қараған бүрген арасымен бойын баса қозғалған Айқоңыр жеміне бір үйірден қиялай түйуді бағдарлап, ақ жолақ тұмсығын пысылдатпай тартқан. Екі-үш байтал мен тай жабағы ғана пысқырына түседі. Көзге піскен от салқын түнде жануарлардың таңдайына бал татыған сыңайлы. Бастарын жерден алмайды. Азулы жыртқышқа да осы керегі. Ол тоқтай қалып, тоқтаған сәтте тынысын тартып ала қойып, екі аяқтай тік тұрып, тұрған бетті қара көлеңке қарағай арасында тастай қатып, жоғарғы жағын жай қиып, төменгі молағы ғана қалған қысқа қарағайдай қаруыта қалып, ұрлана басып жақындап келе жатты. Жақындаған сайын жаны үздігіп, тұла бойы тіксініп, қарым қадам қалғанша құшарлана ширығып, бойындағы бар қуатты бір арнада тоғыстырып, тегіне тән жыртқыштық сезім кернеп алды. Жемінің ық жағынан із тастаған әккі Айқоңыр жат жағадай жайылған жануарға жымын білдірмей жетті. Жуан бір кәрі қарағайды қалқалай таянған тағы тап тұсындағы семіз тайға тырнақ батырмаққа бекінді. Қарағайдың ұйықтай ұйыған қап-қара көлеңкесі астынан барша атылған жыртқыш бейғам жайылған тайдың жалын жазбай басты. Үн-түнсіз үйдей басқан қара аюдың астында қалған семіз тай кісіней де алмады, тұяғын ғана серіпті. Секемшіл жануарлар бірақ сезіп қалды, шүр ете түсті. Алпамса Айқоңырда жолындағысын жапыра, қараған бүргенді жара, сүрініп кетсе аударла ақтарла домалайтын қия беттен де қорықпастан теңселе ұмтылды. Бірақ та тырнақтыдан тұяқты озды. Олар қиялаған күйе төменге қарай ойысты. Науадай ұлы арнада жазыла көлбеген, май қапшағай жағына қарай тынбайдың тік биігінен шошынғаннан самалап түсе берді. Алдыңғы қолы қысқа Айқоңыр үріккен жылқылардай жан ұшыра тіктен самалалардың қарағайсыз жалаң, күнгей жондарына іштей шолып, ашық күнде сағымға сіңіп, тым-тым төменде бұлдырап жататын, тап қазір тұттай жапқан қараңғылық құшағынан мүлде меңіреу құрдым боп көрінген май қапшағайдың жазығына көзін сатып, амалсыз кері бұрылды. Қарағай түбінде қалған жеміне беттеді. Ол жоғары өрлеп келген бойда ішек қарын, боқ жыны ақтарылмаған тұрықты тайды бүтеу бойы арқасына бірақ атты да, бағана өз тоқтаған маңға қарай қозғалды. Сезімтал тайды бүйім құрлы көрмеді. Мертіккен тізе тез бітті. Аңшы ай жаңара орнынан тұрды.
Бұл мертігіп келгесін шаған шешесі балтырмен санды қамтыған ұзын ағашты қалақшадай жонып тасқып таңып тастаған. Жарық шақтанған тізе тостағаны үстінен Сарытаудың мәңгі қар басқан жолақты төбесінде ғана өсетін ащы жусан қосып, қыздырған қасқырдың майын күнде жағып отырды. Құз басында қалшая қарауылдаған құлжадай қозғалтпаған. Айналасы айға толар толмас уақытта олар құр атша желді. Бастағы жарақатта, тізедегі жарақатта тез жазылды. Бірақ көңілдегі жара жазылмады. Суық бір сезім қалып қойды. Жүздесуге келе алмаған Бұлабекеге деген құштарлық емес, әлде бір салқын, салмақты сезім пайда болды. Бой жеткенде ұмытқысы да, бал күндерді естен шығарғысы да келеді, бірақ ұмыта алмайды. Тұңғыш тұтқан бал дәміндей, көкейде бір асық сезім шырмалып қала береді. Бұрын соңды билемеген, көңілді күйлемеген жалғыздық пен тұрақсыз аңсау күшейді. Қарадай күйінішті хәл кешетін болды. Іштей жал құйрықсыз жалғыздығына да күйінеді. Ақылдасар әке жоқ, ақыл қосар ана бар. Бірақ оған не дейді? Әкесінен тірідей айырылғалы 7 жыл бойы құса кешіп, қайғы жеп отырған анасын тағы бір күйікке кез қылмай ма? Жоқ. Бұл өз азабы тозағын өз тартсын. Өткенде анасы қаншама қасірет шекті. Әйтеуір мұның аяғы тез оңалып кетті. Бірақ кейуана сезіктеніп те қалды. Марал қуамын деп ат үстінен тасқа жығылдым деп әрең құтылды. Өмірінде өтірік айта алмайтын басы анасынан шындықты жасырды. Жасырмасқа шарасы қалмады. Айдынды әкеден де арманды қалды. Жанын үзген деуге қимайды. Өлі тірісін білмесе, сүйегін көрмесе, қалай ғана жаманатқа қияды. Бәлкім бір жерде жүрген шығар. Олар оралмаса да аман болсын. Бірақ ондай пенде еместі. Мұның отандай 18-інде үйден аңғағып келуге кеткен, содан қайтып оралмады көкесі. Табандықтан 7 жыл өтті, 7 жыл. Астындағы ат матыменен жоқ болды. Ажалы аңнан келді ме, әлде адамнан келді ме, кім білет, бір тәңірге аян. Ол бірақ аңнан қапы қалмасы ақиқат. Ал адам қолды болуы ғажап емес. Ол да 10 саусақтай шындық. Азулы жыртқыш ала алмас жан еді, қапыда кетпес. Жасынан жыртқыш атаулымен бірге ауызданған тағы еді ғой. Тіпті балдырған бұны да баулыған. Баулап қана қоймай, қолы қалтырамас, жүрегі шайлықпас жанкешті етіп кетпеді ме? Жалғыз, ажалсыз аңшыға айналдырмады ма? Ал ондай адам аң құсқа қор болмас. Бірақ күдік, бірақ байлам. Ол адамның қанды қолы. Опат болса қарақшы қолдан. Бәлкім қарақшы қол құрған құрулы мылтықтан. Мылтық құратын бұл өңірде бір адам бар. Олар түк ауызды кержақтар. Кержақтарда көбіне аңға құрады, әсіресе аюға құрады, кейде адамға да құрады деп әкесі айтып қалып еді. Кім біледі, мүмкін сондай аюға яки адамға арандата құрылған мылтықты кезге душар болды. Арнаға құлаған құландай атымен мерт кетті де, көз жетпейді бірақ. Құлағын қайырып, шүріппесінен сым тартып соқпаққа құрылған бірнеше мылтықты кезден аңда, малда, адамда тірі қалмайды. Кержақтармен келген мұндай қарулы кезге кей жылдары адамдар түсіп, ал олардың ізін сол аңшы сымақ кержақтар жасырып тастайтын жайлар кездесетін еді ғой. Қайран арыстай әкесі де сондай жұмбақ өлімнің құрбаны болмады ма? Адамсыз аңдыған суық кезден ажалы жетті ме? Жер құшты ма? Жоқ аңдаусыз да алдырды ма? Өлсе сүйегі қайда қалды екен? Өлмесе сүлдері қайда жүр екен? Осындай ойпыл-тойпыл дерексіз ойларға ден қойды олар. Тығырыққа тірелді, тірлігіне налды, тағы да тағдырына ой жүгіртті. Өз өмірде өзексіз. Алтайдың тау тасын сағалап, аң мен құсын аңды өтіп жатыр. Аңшылықтың қызығымен күннен күн асып, тағыдай тірлік кешіп келеді. Жалқы жан, жалқы тағдыр, жалқы тірлік. Ғұмыр бойы жалқыбы өтемекен, ол да мүмкін. Ол да бір кісі киік қой. Кісі киіктігінен қорқатында шығар ел. Арғы ата-бабаларда аңшылықпен күн кешіп өткеннен де шығар. Қалың елден кейінгі ұрпақтарда қожырап, Қожамбеттен ажырап қалғаны, кісі киік кебін киген бұл әулетке кім қызын бере қойсын? Баршынбек әкесі де торғауыттен сүйек шатыс болғаны сондықтан шығар. Жоқ, онда сенің шаруаң болмасын. Ол өз-өзін тиіп тастады. Ат үсті әрі-сәрі ой қуған алаң көңіл жігіт су мылтықты сүйкей қамшылап өтті. Қолының жазықсыз жануарға қалай батып кеткенін өзде аңғармай қалды. Қамшы салдырмас текті жануар орнынан ыртылып кеп кеткенде, ер үстінен абайсызда аунап қала жаздады. Қазанның қары қымтаған суық мұрын тау аңғарынан ызғарлы еске кесті. Осы бір жып-жылмағай жазаңда ұлар астындағы азбан басын жіберіп алды. Ол да аязды ауаны қолқасы қаба жұтатындай күйі жұтына шапты.
Бауыры астындағы қарлы жер қалбан қағап бұлдырық шақты. Аңшының алқымы астында ашық бұғаға қатты. Алмағайып ойлары ұмытып қалып, азбанның аршынды шабысынан жаны кіріп, санасы да сергіп сала берді. Түстете тынбай биігіне, шошақ иініне шықты. Биік төбесін өңменен өтетін қызыл ызғырықтатып, терісінен түріп тұр екен. Үзеңгіге шірене тұрған олар мына биік тұрғыдан тұңғыш рет көз тастап тұрғандай, төңірекке жанарын төңкерді. Ал аңшының алған беті алтындық. Қаба сақал кер жақтар иемденіп, алтын шайқап жатқан май қапшаға еді. Мұқия кемпірдің үйі де осы ойда. Ағаштан шапқан алып навадай май қапшағайдың жазда ат тұяғын бояйтын бүлдіргенді, қыста ат сауыры қалтыратар омбы қарлы жазығы да көсіліп жатыр. Тынбай биігі терістігіндегі құзғынды мен жайдақтай, шығысындағы Сарытау мен Мұзтаудай, батысындағы салқын шоқыдай мұзарт болмаса да, көз ұшында мұнар арасынан оқта текте ілініп қалатын түстіктегі сауыр сайхан мен тарбағатай тұлғылары шалынарлық шоқтықты шошақ еді. Басын Сарытаудан алған Күршім өзені мен Марқаның көлінен ағып шыққан Қалжыр өзендері емірене ертіске құйып, бұрымдай бұраңдап жатқаны. Осы асқақ қос өзеннің арасында Қарағайдай қалың Қаракерейдің Қожамбет, Сырымбет, Ақнайман, Қалқаман, Бура Өтей сияқты саралы таптары мекен еткен. Атам заманнан ұрпақ өрбіткен. Қос өзеннің арасы байда байтақ, малға да жанға да, аң құсқа да кенде емес. Суы шәрбәт, оты соны, ауасы кәусар құт өлке. Сонау Сарытаудың сары шаңқан жазығы мен қос қаражал, Шұбарағаш пен Көлшілік, Қарасеңгір мен Бөкенбай, Ақжал мен Бұланбай, Тайшым мен Қызбейт, Марқакөл мен Маралды, Қалжыр мен Қалғұты, Жеренбайтал мен Алқабек, Қаба мен Құба, малға да жанға да жайлы. Жаз жайлауда Қарағайлы орманы сая, тас тұмалары шөл қандырса, қыс-қыстауда ұйықтасын ұйықтары елге пана. Қара қырлары малға жайылым. Өзен көлінде қолдың саласындай шүпірлей, үйірлей жүзген балығы менен мамырлап ұша алмас құсы. Орман тоғайында толайым толы аң мен жануарлары жыртылып айырылатынын айтсаңшы. Ұлы Алтайдың бұл бір қазанның қаспағындай ғана құйқалы өңірі. Қалғаны 40 саққа салаланып, 40 санға бөлініп кеткен жері елі қаншама. Екінші бөлім. Ормандағы ойран. Қиын сай емес. Тынбай биігінен салмалай, жондарын жалдай түскен аңшы азбан айғырға сенді. Тік еңістен төтелей түсіп, бұла қуатты, жуан жілікті жануардың терін үккісі келген. Күн ұясына ене етектеп, іңірде ғана май қапшағай аузындағы алтындыққа жетті. Мұқия кемпірдің үйреншікті тамының алдына келіп, азбанды ауыздықтан шығармай тізгінін ер қасына тарта қаңтарған. Шылбырын үйден тысқары тоқылған шарбаққа шала салды. Ол қарауытта қалған ұлы қабырға, май қапшағай тау сілемінің сүреңіне қарадай тіксіне қарады. Қос қаражалдың арасындағы астаудай құрғақ сайда қараша үйде қалған шешесін ойлады. Неге тіксінгенін өзі түсінбей тағы көз салды. Сонау қызыл кезең мен қызыл қасқыр, шыңынан басталған май қапшағай сілемі, анау Бұланбай биігіне дейін арық құланның қабырғасындай қапсағайлана, арсалана созылып жатыр. Қара түннің әрін ақша қарғана әлсіз шамдай көгілдірлетіп тұр. Ал ұлар болса осыдан 2 күн бұрын жүнді Қарағайдың жым-жылас жұтып қояр жасырынбақ жалғысынан жаз бойы отырған әкесінің қара шаңырағын Қаражалға көшірген еді. Тау басында шаған шешесі жалғыз қалды. Тап қазір 6 ай иен, тауда аюда ұйықтай қойған жоқ. Бәрінен де жаз бетінде жөнді май жинай алмаған жыртқыш болса, ең қауіпті сол қаңғыбас, шатақ шатун. Олар қар басқан қара күз бен қысаң қыста қарайған атаулыға шабады. Жемізде ойға дейін сүйеді. Ашқұрсақ хайуан адамға да шаба береді. Тәңірі аш аюдан сақтасын. Шық етіп сықырлай ашылған есік ұлар ойын бөліп жіберді. Қалқамау ұлармысың деген дауысқа бұрылды. Келі қуатсыз ба апа, деп аңшыдан Мұқия кемпірге қарай жүрді. Қарағайдан қиып салынған қос ауыз үй ұларды қуана қарсы алды. Екеу ара амандық сұрасты. Сырықтай ұзын кемпір қара қазанға ет салды. Ұлым, Құдайдан өлім тілеп отырған жайым бар. Қалқайтып мені қалдырғанша шешектен кеткен 5 баланың бірін, болмаса жалғызым болып қалған Жаппарбекті, тіпті байымды қоймады ғой. О, дүние-ай, ауыр көрсінді. Апау, бәрі де бір Алланың ісі ғой, деп басу айтты. Сол Алланың көзі соқыр, деп Мұқия кемпір енді тілдеп те алды. Не кінәм бар мен жазғанның? Елменді, сүйелменді күндерінде 5-еуіне шешек бегін жіберіп бір алды. Тәңірінің ісі дедік.
Жара шыққанда ел ішінен жырақтап мұнда келдік. Жаратқан емшар болып Жаппар бегім жалғызым келді жарыққа. Құдайға мың тәубе дедім. Бірін берсем бірін алам деді ме. Bir жұма төсек тартып жатты да, мүтәнді кетті қайрылмай. Өлім үйірсек болып, ажал торып алған жан емеспін бе? Жылап алдым да, Аллаға разымын дедім. Жаппар бегіме солардың жасын бер деп жалбарындым. 5 уақыт намазға шығылдым. Бірақ қатер қайдан деген бе балам. Атың өшкір көк шеріп жұтты. Қайтейін, қарағым-ай. Соқыраңдаған соқыр құдай демей не деймін? Өзімді алса етті. Тым құрыса жүрегімді жарып, қан азамды қаңғып шыққан ұрпақтарымды ұрласа да, мені жоқ етсе де, мүтәнді қимадыма құдай-ай. Азамат қой, қатын алып қара қазан көтеріп сәби сүйреді ғой. Бәріне де мен кінәлімін. Шатырымнан шыққанды да, жаныма жуғанды да жұтып алған. Құдайға шет болмаңыз, деп олар шошып кетті. Көк тәңірісінің құдіреті ғой. Бар сырын ақтара алмай жүрген жалғыз басты шерлі кемпір оған бірақ тоқтай қоймады. Алладан күнде ажал сұраймын. Бірақ қара тастай қатқан құдай қайырлар емес. Қайғыға көмілсін, көз жасы көл болсын дейді ол да. Жаппар жанымның су түбінде көмусіз қалғаны жаныма батады. Жалған-ай. Апатай, қайтеміз, көнеміз де. Иә, ұлым, сені көрген соң көр болған дүнием ашылғандай, Жаппарым келіп қалғандай боп, көңілім босап жатқаны ғой. Ол шеріп қазбай, сен сияқты тау сағалап, аңқыс аулап жүргені жақсы еді ғой. Сенің әкеңнің арманы жоқ, арманы. Шағанда шүкіршілік қылып отырған шығар, сен де елға. Қызыл қасқыршыңа Совет үкіметі кезінде ежелгі атауынан қорыққан, әсіресе атқамінерлер қызыл сораң атап, кейін 1962 жылы Сәбит Мұқанов пен Қалижан Бекқожин Шуараға шайлауына келгенде ел азаматтары жазушылардың құрметіне Сәбитшіңі атап жіберген шыңның байырғы аты. Шеріп шақта, алтын қазатын жер асты шақтасын қазақ осылай атаған. 6-шы трек. Шешемеде оңай емес апа, деді олар. 7 жыл болды ғой күткелі. Әлі үмітін үзер емес. Әй қайдам, кер жақ орыс қолына көзір, аяғына кісен салса да келетін уағы болды ғой бірақ. Қой балам, деп ағыл тегіл аққан жасын орамалмен сүрткен Мұқия кемпір енді бұны бекіте түсті. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Әлі келіп қалар. Кер жақ орыс қолына түссе қайтып оралады. Ұлым, ит жеккен Алтайға алыс емес көрінеді ғой. Өткенде Қожамбет ішінен айдалып кеткен шатақ торғауыт кісенін үзіп, бұғауын сындырып Сібірден қашып келіпті. Қазір Алтайдың орманын жамылып, тайганы паналап алған талай азамат бой тасалап жүремес бе? Әгер әкең топырақтан тысқары болса, онда сөз жоқ қайтып оралады. Баршынбек атан азамат еді ғой, үмітсіз шайтан ғана. Екеуі де тосылып қалды. Ет дастарханға түскенше олар тысқа беттеді. Сыңғыраған суық ауа есік ашыла бере ішке лап қойды. Ыстық үйдің еденін жылай тұмын-ата жұтылды. Ай әлі көтерілмепті. Көк төрінде қорғалаған, жұлдыздар ғана жұлдыз құрттай самсаулы. Айсыз түн ақша қармен ғана қылаң тартқан. Қылаң түн аязды. Қаңтаулы азбан иесіне оқыранып, тыпыршып қойды. Оған бірақ аңшы мойын бұрмады. Ол Мұқия кемпірдің әкесі туралы айтып қалған әңгімесін әр саққа жүгірте ойлап өтті. Әкесі бұл ойлағанда қарулы кезге емес, қарулы қолға түсіп айдалып кетпеді мекен. Мұқия кемпір бір нәрсе біле мекен? Жоқ. Ол абақтыға қамала, айдалаға айдала қоймас. Не үшін айдайды? Біреудің ала жібін аттаған емес. Әлде, баяғы бір заманда бұның ес білмейтін сәби кезінде болған Қытай мен орыс арасында шекара шеген деген сойқанды оқиғаға байланысты байлап әкетпесе, оның жазығы жоқ. Бірақ одан бері талай жаз, талай қыс өтпеді ме? Ұмыт болмады ма? Алтайды арсалай бөлген дейді. Бірақ бәрі өз орнында. Қорған қамал жоқ. Ол уақытта бүкіл ел көтеріліпті. Әкесі де елмен бірге болыпты. Бір отырғанда өзі айтып еді. Мұның жанына бататыны, өлген болса, өз қолынан ақыреттеп көме алмағаны, бір уыс топырақ сала алмағаны, көз жасын төге алмағаны. Мұқия кемпірде Жаппарбегін осылай жоқтап отыр. Жалғызы Жаппарбек ұлардан 2-3 жас кіші еді. Бұған асы бекір бекместе, қабырғасы қатар қатпаста, шіліншігі жетілер жетілместе алтындыққа түскенді. Жалғыз шешенің ық жағынан шығып, жел жағына өткенді. Бірақ ұзаққа тағдырын жазбапты, тәңірі тартып қойыпты. Алтайдан түскен атқы, үлкен көк шеріпті тал түсте бірақ толтырыпты. Жер астындағы жіпселеген терең оңғылар әп-сәтте-ақ толыпты. Шеріп ішіндегі жер кеулеген 10 шақты адам су астында қалыпты.
Көлкілдеген көк шеріп бастарына мола болыпты. Жаппарбек қоса қалыпты. Олардың бойын мұз қарыды. Жеңіл шыққан ол үйге қарай беттеді. Су мылтықта суыдым дегендей оқыранып қойды. Түн ортасы ауа шыққан аңшы сулығын шайған азбанның ерін алып құр жіберді. Тарпаң текті жануардың сыры иесіне мәлім. Бас білгелі тұсамыз, шілдерсіз жайылымға шығады. Ол қара отқан 50-60 үйдің ту сыртынан ала көк шеріп жақа қарай желе жөнелді. Қараңғы болса да қуақан өңі қараң-құраң қақты. Иесі де үйге есіне енді. Үйге еніп бара жатып әлде қандай елегзи берді. Ал осы аязды түн айқоңыр абайсызда адамға шапты. Адам тәннен тұңғыш рет дәм татты. Тәтті дәм таңдайына татып, жанына жаққан. Арықтан бірақ аранын ашпады. Тынбай биігінде соққан семіз тай оған талай күнге ас болған. Өткеннен бері ол осы маңнан алысқа ұзамай қойды. Жаздың күні соққан сиырлардай састып, борсытып, құрттатып дегендей, дәмді ете алмаса да қазы қарта жал жаясын сүйсіне шайнады. Жас шабағының тіл үйірген, сезім сүйсінткен семіз еті жүрегін майлабақ тастаған. Бірақ жыртқышқа тән ынсапсыз ыдыны жіпсіз байлады. Шемін шала жеп кете алмады. Тау басынан ел ауып, түтін иісі тиылғалы емін еркін жортатын түлкі, қарсақ секілді егеу тіс жыртқыштарды да гүрілдеген үнімен басып, жұғымды жемі жанына жуытпаған. Ал бұл сескенетін ұялы бөрілер елмен бірге етекке түсіп кеткенді. Алтайды уақытша болса да ен тегін өзі емденген. Табиғаттың өз бойына дартқан аштық қаупы деген инстинкт мынадай қара суықты қара күзде айқоңырға оңай оспақ мол жем бұйырта бермейтінін бағамдатқан. Сондықтан да майдан жатып қалардай, жыртқыштың аш көзі қимағаннан, тоқ көңілі тойынбағаннан ұсақ тек аңқысқа жаз бетіндегідей аузынан артылғанын тастап жүре бермеген. Қарға құзғынға қорқаулығы ұстап жібермеген. Бал татыған балдырған дәмді сүйек саяғына дейін уата сындырып, кеміре сорып сыпырып сиырып салды. Сары сүйек құдадай биыл сары жұрт кезе қоймады. Кей жылдары қоңыл тақсыған қара көңілін қара көзде басу үшін доңыз аулауға баратын. Бұланбай шаты жаққа танауында тікпеді. Семізтай тоқ мейілісті бақтастады. Өзінің ұлы ұйқыға кетер мезгілің жақын екенін анық аңғарғандай айқоңыр қысқы жатағы терең үңгіріне қарай бұрылды. Үңгір алыста еді. Үлкен қара жалдың теріскей бетіндегі еңкейген әлдебір салманың суағар алқымы үстіндегі тепсеңдетін. Аспас-саспас айқоңырға екі күншілік жер. Көктем келісімен оянып, қонжық күніндегіндей тастап кеткен байырғы жатағына бұл жаз бетінде соққан емес. Ел мен мал келетін кіші қара жалдың күнгейіне қарай тіміскілей тартатын. Тіпті кей жаз марқа көлге дейін домаланып барып қалатын. Мамалық күннен қанына сіңген, сүйегіне біткен қаңғыбас әдетін қоя алған емес. Сыбағасы сайлы жыртқыш Қызырбайдың көшкен жұртынан шықты. Күнгей жағынан келіп көз жіберген хайван ойпанға ойлана қарағандай, оның қоңыр көздеріне жаздың көлбең деген келбеті келгендей, қарағай түтіні сұйыла көтерілген жер ошақтар мен шаңқан отаулар, кермеде жусаған жылқылар мен керім салға тұмсығын шүйіре жатқан маң төбеттер елестеп өтті. Солақ екен бай ауылдың бұлабекедей бой жеткені сезім саңылауынан ашықта, аязды күнгі құламықтай қылаң беріп, әлде бір күміс сәуледей сылаң қағып, сезім сауанын арбай көз алдында жұмбақ бейне үйіле кетті. Әлгі жұмбақ елі шабайы хайуанның аңқысқа ғана тән тәңірлік жадынан жарқ ете оянып, жаздың жанға жайлы жамалында жолыққан жанды сиқырлы бір сезім қуатымен құбылта оралтып, айқоңырды ескі сары жұртта жіпсіз байлады. Тамағы тоқ, көңілі сот аюдың айнала жұртты ақтарып төңкеруге зауқы да жоқ. Сонда да әлде бір күллі шыммен көмілген жер ошақ басына түстен ауған күнге тура қадалып, отандай ауыр денесін қозғауға ерініп, қос жамбастай шоқия қақтана отырған күйі мелшейді. Қара күздің шуағы қақтаған хайуанның май басқан болбыр бойы балбырап, аязы да елемей есеңгіреп отыр. Жұмған жанарының жыртығынан жанасалай енген арсыз сәуле суман қағып, көз ұясында түрлі түсті боялған шарлар шыр көбелек айналған. Осы ойын ақшыған шарлардың арасынан баяғы бұлақ басында бойында алай-дүлей ауыз сезім оятып, содан бері соңынан ертіп келе жатқан сұлу мүсін, сиқырлы елес пайда болып, сезім сауанына тұмандай шөгіп, тағы да айқоңыр хайуанды еркінен айырып алды. Соңынан қалмайтын жұмбақ күн астында күлің-күлің қағады. Хайуанның қаны қызып жүрегі жанады. Терең көңіл түкпірінде құмартқан күшті бір сезім бұлқынып қалады.
еңкейіп қалған қызыл күннің иегі елбен қағып, қарыққан жанарының жапсарынан асып төгілген моншақ жас тамшылары жауған елес сұлба есеңгіреген хайуанды елте түскен. Қызыл мұнар ішінде қалғыған қағылезде сымбатты сұлба өзіне бір жолата баурап алған. Бұлабекенің уылжыған ақ тәнді әппақ елесі Айқоңырға бұлыңғыр тартқан күйі ұстатпай-ақ қойды. Үйген қарақшы тастай қалқиып отырған мақұлық кеш түсіп, табанын ызғар қарып, бойын суық шалғанда ғана қозғалақтады. Жаймен көтерілген жыртқыш жылан қабыршақтаған кешкі қатқақты күтірлете басып, кіші қаражалдың қимасына қарай жөнеді. Елесте ғайып болды. Айқоңырда бір сәт сезім сауанынан ұмыт қалды. Бұлаңдаған Бұлабекеде бұлықсыған күймен кеңістікке сіңіп кетті. Жыртқыш хайуан кесірлі кебіне қайта енді. Әлгіндегі әлде қандай нәзік сезім күйінен тез арада арылып, шау жапырақтай жалпақ табандармен балпаңдай, алып адымдарменен алпаңдай жөнелді. Ой қос өркештеген түйе жон қимаға көтерілгенде, қос қара жалдың арасындағы алып астау сай іші көбең тартып, қалың мұнарға шомған екен. Асуланған аңғарда алқымдаған қара суық ызғырық қана еркіндеп тұрса керек, аюдың өн бойы сүңгідей суық қарып, өз-өзінен дүрсілкінді. Артқы аяқтарына тік тұрып бой салған жыртқыштың өткір жанары көк мұнар арасынан әлде қандай қарауытқан нәрсені шалып қалды. Бірақ киіздей қалың мұнар не жай екенін анық аңдатпады білем. Айқоңырда аңға тән әлде бір қызығушылық сезім тартып аңсарын аудара берді. Қараң-құраң мал яки бұланба деген аңға тән ішкі бір түйсік туанда арта түсті. Ол алған беті дұрыс болса да мұнар бүркеген қарайғанға қарай жүрді. Жардай дене салмағынан бөксесі бұған қағып, аяғын ырғаң басып бара жатқан Алтайдың ақ дөс қарасы Айқоңыр сескеніп те келеді. Десе де иен тау арасында өңірейе қарайғанға деген табиғи қызығушылығы мен құмарлығы басып кетіп, бұқпан таламайда, бүгежектемейде келіп қалған. Бойында бір сезік бар. Шылбыр тартым жерден сол күдікті сезім тоқтау салған. Мұнар ішінен шыға келген мына киіз үйге әрі күдікпен, әрі үркіп қараған аюда аңтаң. Теріскей қабырғаның алақандай жеріне ұйлыға өскен бөріктей балапан қарағайларға жақын тігілген қоңыр шаңырақ бір түрлі тыныш қарсы алды. Айқоңыр жақтан аңғарды өрлей соққан ызғырық лебіде қоңыр үйдің иіс қонысын аралып кетіп, хайуанға ешқандай бөгде сыбыс білдірмеді. Әлсіз ай сәулесі астында мұнар түннің қойнында қарауытқан екі аяқтылардың шатағына әрі қызыға, әрі қорқа қараған аюдың әуден уақыттан кейін бойы үйреніп, батылы күшейіп, жүрексінбестен жақындады. Адамдар ғана кіріп шығып жүретін, өзіне көптен таныс дөңгеленген дүниеден соншалықты тіксіне де қоймады. Бәлкім баяғы базарлы жазда бетпе-бет келген аңшы жігітпен жүзбе-жүз жолыққан бой жеткен қыз әсерінен де болар. Әйтеуір қараңғы түнде қараша үйге деген белгісіз бір батыл сезім итермелеп, жыртқыштың ет жүрегін биледі. Ол осындай бір отамалы күймен қараша үйге соқты. Ал қараша үй осыдан 2-3 күн бұрын жүнді қарағайдан қысқа деп қоныс аударған баяғы Баршынбектің қазіргі ұлардың шаңырағы еді. Шаңырақта Шаған шешесі қалғантын. Шаған шешей болса қызыл іңірде тамақтанып алып, қаннен қаперсіз қоянның жүнінен жібі үйріп, байпақ тоқып отырған. Ортаға жағылған оттан киіз үйдің іші самаладай жарқырап, қарағайдың көк түтіні бақанмен көтеріліп, күргелей ашылған түңілекті шаңырақтың көкке сіңіп, ал күн шығысқа қараған ағаш есіктің сыртынан жылу шықпасын деп, есіктің маңдайшасынан құлай басқан бастырма киіз ауызды айқара жауып, тысқа от жарығы түсер саңылау қалдырмаған. Қысқа аяз бен бораннан қорына қос қабаттап жапқан туырлықтардан да тысқа үн естілместе еді. Қызыл жоса кереге мен қызыл ала арқауланған шидің арасына айналдыра аң терлері тұтылған. Бір-біріне жапсармаластыра қайыспен тігілген құлан мен бұлан, аю мен бұғы терлері дөдегеден іргеге дейін керіліп, киіз үйді ішіктей қамтып тұрған. Іргеден бір жарым құлаштай сырт алынып, терістік пен түстіктен қиғаштай жерге қағылған қарағай қазықтардың түбін ала, киіз үйдің шаңырақтан төмек уық үстін бастыра, қарындай тартылған қос арқанда дауыл соқса тырп еткізбес еді. Жүректілік билеп, салқын сезім елеп кеп қалған Айқоңыр киіз үйге сүйенді. Ол тік тұрған қалпы үйді сықырлата қозғап көрді. Үйде отырған Шаған шешейде елеңдеген. Біреу кеп қалды ма әлде олар мекен деген ұшқыр ой жарқ етті. Бірақ бәрі лезде тына қалды. Шешей үнсіз құлақ тұрды. Ұршығын қоя салып, кереге басында ілулі тұрған түлкі шапанын алды. Солақ екен үй сықыр-сықыр етіп, төбедегі уықтардың бірі ауыр салмақтан шарт ете түсіп, шаңырақ көзінен қаламы шығып кетті.
Шаған қапелімде ойына тұрақтамастан тысқа ұмтылды. Уық қаламын көзінен шығарып жүрген Айқоңыр еді. Ол үйді айнала бере керулі бастырма арқанға кезіккен. Бастырма арқанды қазығымен қопарып жұлып алған тұғын. Сол бойда үйді айнала есік көзіне де кеп қалған. Тап осы бетте өзі қатты қорқатын екі аяқты менен бетпе-бет жолыққан. Адам да аң да ақтескен. Желбегей жамыла салған түлкі шапан аяқ астына сырғып түскен. Шаған шешейдің де, Айқоңыр аюдың да жүрегі суып кетті. Екеуі де бір сәтте таскерен күй кешіп, тілсіз мелшейіскен. Бірақ жабайы аң тез барлап, адамды ақыра бас салды. Сонда ғана адам өзіне аю шапқанны аңдап өткен. Бірақ бәрі кешеді. Шүйкедей ғана Шағанды қапсыра қуысыра құшақтаған қара аю жанын көзіне көрсете қысып жіберді. Адамның жан даусы шықты. Аюдың салалы тырнақтары қабырғамен қыр арқадан қаусата кіріп, айнала бері сілкіп-сілкіп қалғанда тірі жан ақырғы рет шықынды. Әрі үрейлене, әрі долылық буа күркіреген жыртқыштың қиналған дауысты естіген бойда бойын бір бұла күш биледі. Айсыз түнді қақ жара, қарағайлы таулы өлкені жаңғырықтыра арқыраған Айқоңыр шынашақтай кемпірді тік көтере беріп, тоң жүрген. Күреңшесі мұздаған жерге асықша атты. Сірі жан сонда да бір сілкініп қалды. Енді ашулы жыртқышта қарап тұра алмады. Өзі зәресі ұшыра жыртқыштың жасаған маңынан ұзап кеткісі келді ме білем. Жаны әлі ұшып үлгірмеген салдывар сүйекті желкеден қапсыра тістеп, алдыңғы аяқтың арасында сүйретпелей алып жөнелді. Көп замады бірақ, кілт тоқтап, өзінің табиғатта артқан жыртқыштық жем басуына көшті. Әлі салқындап та үлгірмеген тәнге тіс батырды. Қолқа жүрекке қол батырып, буы бұрқыраған, қаны сорғалаған дәмнен қарбытып алды. Езуін тілмен тамсана жалап қойды. Бал мен темір тоты аралас, қышқыл дәм сүйір тілін үйіріп, қыртысты жалпақ таңдайына татып кетті. Мұнарлы түнде жан жағына жасқанбай көз жүгіртіп, көңілі жемтігіне кетіп тұрса да қайта қозғалды. Етжүректі хайуан сабыр сарқып тұрақтай алмады. Ай көтерілмеді, қараңғы түн қою тартты. Өсіген күреңше жүзіне жылымшы қан тамшылады. Қара күздің қара суықты мезгілі өтіп, қыстың күңгірт күндері мен түндері таяп қалған еді. Таң түйіліп қарсы алды. Күзгі күн құба тартып, күрең бұлт тау төсін шалып, бұрқақ боларынан рең берген. Аңшыда аяқ астынан бұзыла қалған ауа райына қабақ шытып қалды. Сүйектен өтір Алтайдың сүңгідей ауасы жан біткеннің бойын тіксінткен. Шашырай орын тепкен 30 қаралы дөңбек үйдің мүңк басқан мұржаларынан ақшыл түтін көтеріледі. Көк арша мен қызыл қарағайдың түтіні сұрғыл тартқан аласа аспанға тез арада сіңіп кетіп жатыр. Су мылтықты ысқырып шақырып алған ұлар мұқия шешесінің қорасына байлап салды да бүгін қайту керек деп ойлады. Ол тұз бен ұнға, тағы да басқа ұсақ түйекке ең қажет бесатар оғына айырбасқа әкелген құндыз бен бұлғын, сусар мен ақкіс, аю мен қасқыр, қара бауыр мен тиін терілерінен бір-бір данасын алып, алтын шайып жатқандардың барағына қарай жүрді. Майқапшағайдағы бұл алтындықты алғаш ашқан қазақтар екен. Зергер ұсталар тау өзенінің табанынан сүзіп, ағаш астауменен шайқап, жаз бетінде үзіп жұлып алтын алатын еді. Келе-келе Алтайды кер жақ орыс шайлағалы бұл өңірге заты түгілі аты естілмеген ақ шашты, ақ түсті адамдар, ағылшындар табаны тиді. Көзіне жылтыратып әйнек тартқан, қалтасына шынжырлаулы сағат салған, қолына темір таяқ ұстаған әлгі жандарда ертіспен қабаны кешіп, Зайсан қаласы жағынан келіпті. Жай келмепті, жалаңдаған қылыш асынған, қорамалы мылтық кезенген Шар Русиясының қазақ орыстарын ерте келіпті. Мырзасы пәуескеде әскері салтатта екен. Олардың соңынан іле-шала кер жақ орыстар жетіпті. Бұларды бір қауым ел болып, қарағайдан қиып үй тігіп, қара жерде кеулеп, шеріп қазып алтын ала бастапты. Міне, осы уақыттан бері де 20 жылдай болыпты. Қазір бұл жердің қожасы кешегі Қожамбет пен Қалқамандар емес, осы алтындық иелері. Кей қазақ байлары осы алтын иелерін малға айырбастап алтында алып тұрды. Әсіресе ұлдары отау тігіп, қыздары ұзатылып жатқанда осылай қарай шабатындары бар. Мұнда мұқия кемпірдің ошағы сияқты бірен саран жатақ қазақтарды жалданып жүр. Олардың байып кеткені жоқ. Әйтеуір күнкөрістің қамы. Бұл түрліктен ұлар әкесі Баршынбектің барында хабардар тұғын. Алтындық ауылының құбыла жағынан ұзыннан ұзақ салынған шатырлы, бірақ ішінде әйелдер алтын шаятында. Шығыс беттегі тау бауырында жер астын үңгіп кеткен жылан ерек шеріптерде еркектер алтын қазатын.
Қиын сайдың ат көпір өзенінен тауды бөктерлетіп бір құлақ су шығарып алған алтыншылар айналдыра бұрып әкеліп, әлгі бараққа бірақ кіргізіп, оның төмен жағынан лай батпақ қып қазып алатын. Барақ ішінде бір құлақ суға шеріптен жеткізілген қиыршық құмды, саз балшықты топырақты күректеп тастап, темір қобдишалы тоспалар мен түрлі темір торлар арқылы елеп, құм мен қоспасын, тас мен тай тұяғын екшелеп алып жататын. Барақ сыртында қазақ орыстар күзетсе, ішінде алтынды есептеп алушы қадағалаушылар көз жазбайтын. Олар жылдағы әдетінше осы жайға тура тартты. Мұны бәрі де танитын және тамыр таныста еді. Күзетшілер де бетінен қаққан емес, өйткені осы бір таңғаларлық жас аңшының қолы ашық, жаны таза екенін олар да жақсы білетін. Қымбат терілері талай тегін тиген, сондықтан да барақ ішін емін-еркін аралап, жұртты мәре-сәре қылатын. Бұл аңшыдан алтынға қызғарлықтай қауіп жоқ екенін баяғы Баршынбек әкесінен бері алтын иелеріне мәлім еді. Олар шатты-бұтты орысшамен, олар шалапыла қазақшамен тәп-тәуір түсінісетін. Алтыншы қазақтарда түсініспей жатса көмекке келетін. Ал Майқапшағайдың алтындығының иесі ағылшын Адам Смет мырза ежелгі тамыр болатын. Ол қазақтардың тіліне ағып тұр, адымыңды аштырмай сөзден жаңылдыратын. Бірақ бұл жолы оларды ешкім құшақ жая қарсы алмады. Ол барақтағы күзетшілер қасына қарусыз келген. Танымайтын қос бірдей күзетші үсті басы теріге малынған, құйрығы жерде шұбалып жатқан барыс шамылғылы бейтаныс жанға салған жерден тоқтау айтып мылтық кезінген. Сонда ғана аңқау аңшы ес жиған. Өңіреген қосыңғы бүйірден қадалды. Отпен судан беті қайтпаған ұлардың жауырынан жылан жорғалағандай суық тер сорғалады. Ажал кеп алқымынан алып, жаны қазір ұшып кететіндей бір қорқынышты күй биледі. Тілі де желімделіп қалды. Мылтық аузының соншалық үрейлі, соншалық суық екенін осы бір сәт бағамдап өтті. Тері дорба аузын қысқан оң қолда қарсып қалды. Күзетшілердің сыңғырлаған даусында демде естімес күйге енді. Сәлден кейін ғана санасын билеп алды. Жігіт ағасы жасқа жеткенше бұған адам баласы қару кезеніп, қарауылға шалынып көрмеген еді. Бесатарын мұқия кемпірдің үйіне тастап кеткеніне де өкінді. Адам Смит қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Марқакөл Күршім ауданындағы Майқапшағай алтын кен орнының 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында болған басшысы. Ол 1905 жылғы бірінші орыс революциясынан кейін туған елі Англияға қайтып кеткен. Жергілікті жұрт аузынан. 7-ші трек. Шес түймелі жұқа киізден бастырылған желбегейлі қазақ орыстарда таныс болмай шықты. Екі жақтап қару кезеніп тұрса да, сабырға келген олардың бойынан әлдебір сескенушілікті сезіп қалды. Бірақ бұл да бүлік шығарғысы келмеді. Тамыр Сметтің таныстығында арқаланды. Күзетшілердің айтқанына ләм-мимсіз көнді. Тері дорбасын көрсеткен бойы алтындық деревесінің ортасындағы Смет тамырының қос қабат үйіне алып жүрді. Аңшы бұл үйге бұрында талай рет ат басын шалдырған. Үйдің темір тор тұтқан терезелі, жатаған бойлы астыңғы қабаты қабат-қабат тастан қаланған, еңселі келген үстіңгі қабаты құшақ толарлық ақ самырсынан қиюластырып көтерілген тін. Мына танымайтын қазақ орыстар мұның тері киіп, тері жамылған түр сұқбатынан сескеніп, Смет тамырына әкеле жатыр ғой, деп ойлады олар. Бұл долбар бірақ бұрыш шықты. Аңшыны төменгі қабаты қара тастан жиғаннан қара түсті, жоғарғы қабаты жосаға салынғаннан қызыл қошқыл рең берген дүңбек үйдің белуарына тірелген темір жақтаулы, ағаш тепшектің биік баспалдақпен көтерілтпей, тап сол сәкі баспалдақ астындағы қабырғаға ойып орналастырған темір құлыпты, темір белдікті темір есікке мылтық ұшымен түтектеп алып келді. Өзінің басы бір бәлеге душар болғанын сонда ғана сезінді олар. Қылар айланың кештігінде түсінді, еріксіз айтқанға көніп айдағанға жүрді. Қия басып қарсылық жасаса, қазақ тері толы дорбаны қазақ орыстардың қорғасынды көкірегіне қондыра салардан тайын басында таразылап өтті. Қымбат тері толы дорбаны қолынан жұлып алғанда да, жауырынынан мылтық дүмменен нұқып қалғанда да қыңқ деместен көнді. Тек жақ еттері ғана жыбыр-жыбыр етті. Ол көрдей қараңғы тартқан, тау сазындай сыз шалған тас үйдің қабырғасын іргелете қаланған тас табан тепшекпенен төмен түсіп келе жатып, түрме деген осы ма деген ойға оралып өтті. Жоқ, бұл түрме емес, бұл үй. Әжептәуір жарық түсіп тұрған босаға оқыс дүрс етіп есік тарс жабылды. Бір сәт тыныштық орнады. Қара көлеңке бөлме ішіне адам бойы жете алмас биіктен салынған шағын терезеден ғана күз күнінің сәулесі жарығы түскен. Бөлменің түйе бойлы төрт қабырғасы тастан қаланған, табанына тас төселген екен.
Төбесін ғана тырнақ батпастай тізіп, шексіз бөрене самалалармен жауыпты. 4-5 адам зорға сиярдай ғана тас қабырғаның ішінен ызғар еседі. Осы ызғарлы леп аңшының бойын аралап өтті. Бірақ киіз ұлтарақ төсеп, тері байпақ киіп, тері жамылғы жамылған оның бойын адалмады. Олар бар жамылғыны жерге жастана молдас құрды. Сабырмен ойға берілді, өз-өзін оймен сергітті. Аңшы аңғырттығынан мырс етті. Қарадан қарап қармаққа ілініп, қармаққа түскеннен алды. Әкесі осы қармаққа түсті мекен, түсуі мүмкін емес. Ол көне қоймас, әлде көнбеймін де оққа шалынды ма? Ол дүниеден өткен жоқ. Смет тамыры бар ғой, ол да оққа байлатпас, сорын қайнатпас. Бірақ көз жетпейді, көңіл толмайды, ел құлағы саңырау, әйтпесе бір сыбыс білінер еді. Ол сол жапанда жоқ болды. Ажалы бәлкім адамнан, бәлкім аңнан, бір Аллаға аян. Алтайдың талай асуын асты, талай шатын бойлады, із-түзін таба алмады. Өлді, опат болды деуде қиын, қисынсыз. Кім біледі, кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Бір күні болмаса бір күні келіп те қалар, үмітсіз шайтан ғана. Мұның үміті үзілмес, әкеге деген сағынышы демі біткенше айнымас. Бойын мұзғарыды, сабырлы санаға ой мен сезім сарқыды. Бұлабеке туралда сағыныш сезімі соғып өтті. Ол қайда екен деген сұраулы ой бас көтеріп, іле аман есен болсыншы деген дерексіз тілек орнады. Мұның қамақта отырғанын ол қайдан білсін? Алтай тау тасын кезіп, аршасын аралап паналап жүр ғой деп ойлайтын шығар. Ол да сағынатын болар. Ол да оймен сүйінер, оймен күйінер. Олар тісін шықырлата қайрады. Бұлабеке ұзатылып та кеткен шығар. Тұтқын аңшы оқыс орнынан тұрып кетті. Теріскедегі тас керегемен тор терезеге қарады. Күңгірт күннің бұлтты боз аспаны шалынды. Бұзылған күннің талағы тарс айырылуға таяу деп болжады бол. Шешесі тағатсыз күтіп отырау. Ол да күн райынан қорқып, жаратқанға жалғызы үшін жалбарынуы ғой ол. Ал мұның жатсы мынау. Ол тас қабырғаға тесіле қадалды. Жалпақ тастардан жоталата қаланған қалың қабырғаның уыз-қуыз жіктеріне назар аударды. Қабырға қуыстарына саусақтарын батыра ұлар жоғары өрледі. Түйе өркеш биіктегі терезеге жетіп темір тордан ұстады. Тор шыбығы жуан, әрі шыбық бастарын қабырға арасына қоса қалап кеткен екен. Берік темір шыбықтарға бар салмағын сала асылып көрсе де былқ етпеді. Аңшы енді терезенің жоғарғы жақтауына бірақ қарыс тимей тұрған төбеге қолын созып байқады. Тамырдан да басқадан да үміт қайыр болмаса, шайырлы төбеге шақпақ тамызып от қою керек деп шешті. Отпен түтін қоятып, өзді дүрлігісіп есікті ашқанда қашып құтылудың қамын жасамақ. Басқалай істей қояр лаж жоқ. Олар осындай ойлармен отырып, кірпігі қамасып, көзі ілініп кетті. Тыныштық тілеп, сүттей ұйыған санасының бір түкпіріне ғайыптан жұмбақ сәуле түсіп, әкесі Баршынбек өңіндегіндей көрінді. Қара ат мініп, қара киім киіп алыпты. Жүзі ғана жарқын. Тұр ұлым, неғып жатырсың? Жүр менімен. Аршалы атаң күтіп отыр. Сулығын қарш-қарш шайнаған қара ат жамбастай жатқан ұларды таптап кете жаздады. Олар ләм деместен екі ұмтылып орнынан тұрды. Қараңғы қапас ғайып болып, тынбай шатының теріскей қиясындағы қалыңнан бірақ шықты. Мал мен жан жүрмейтін соны соқпақ үстінде сүйретіліп келеді. Ілгері басқан аяғы кері кетеді. Әкесінің соңынан амалсыз ереді. Әкесі бірақ қайтып артына қайырылғанда жоқ. Құйрық жалы сүзіле сусылдаған жат қара арғымақ үстінде күзді күнгі қурайдай қақиып қалыпты. Ту сыртынан қарат міне, меңсіз қара киіне сақиып отырған отырысы да мұның жанына жат. Мүмкін, көп уақыт көріспегеннен болар. Сондықтан да әкесі шығар. Әкесі Баршынбектің соңынан ергісі жоқ, бірақ бір күш-күштеп алып келеді. Жүр ұлым. Әкесі бұрылмастан дауыстады. Дауысы да жат. Олардың көңіліне күдік кірді. Баршынбек әкем бе өзі деген күмән ұялай кетті. Ол кенет қалт тоқтады. Әкесі ұлының басқа ұрғандай тоқтап қалғанын білмеді ме? Төңірегін қаз-қатар жуан қарағайлар мен қарақат, ұшқат үйісі қамаған тық қиядағы аң соқпақпен алға оза берді. Күн түспей ала көлеңке тартқан теріскей беткейдегі бұра тарта алмас жалғыз аяқты әлде не күтулі екенін. Олар тіл жетпесе терең сезім арқылы сезінген еді. Бірақ бейқам әке бетін қайтара алмады. Әке айдыны аузын аштырмады. Баршынбек әкесі бұтақ-бұтағы салбыраған қыран қарағай түбінен 5-6 қадам ұзай бере қатарынан гүрс-гүрс мылтық атылды. Ұлының көз алдында атымен қоса аңшы әкесі қияға қарай омырыла құлады.
Аңшы жігіттің жан даусы жаңғырықты. Ол әлгінде көк түтін шығара атылған оқша еңіске қарай ұшты. Ұшқан беті әкесінің бетін ұшты. Төрт аяғы тыпырлай сермеген қара ат жан тапсыра алмай, қалыңдай ойран болды. Ал алды мен арты, оң мен солдан құрылған төрт бірдей, мылтық қабат деген әкесі сұлқ. Оларға назар салды. Көзі жасқа шыланды, қолы қанға малшынды. Қайран әкесі кер жақ орыстың құрулы кезіне кез бопты. Баршынбек кенет көзін ашты. Олардай азамат ұлына тесілді. Ұлым, даусы жарықшақсыз анық шықты. Олар, кеш мені. Жалғыз тастап барам, жалғыз. Қош ұлым, ұларым. Деген ащы дауыстан өксіп жатқан олар оянып кетті. Алакөлеңке бөлме ішінде жұмулы көз қиығынан жас сауғалаған аңшы тұтқын алғашында өң мен түстің қай жағында екенін аңдай алмай қалды. Өксігінде үзіп әрең басты. Мықия кемпірдің ұлым-ау, ұлар-ау деген қобалжулы даусы қайта-қайта естілгенде ғана өңін айырып алды. Сонда ғана бісміллә деп күбірледі. Оқ шығардай ғана уақытта айырылып үлгірген жұмбақ түсіне сенерінде сенбесінде білмеді. Бар шамылғысын тас еденнен көтере иығына желбегей жамыла ашық тұрған есікке тыстан түскен жарыққа қарай жылжиды. Ақылы бірақ айран асыр. Қоюлана қалған қараңғылықта тас тепшектен ұшып кетем бе деп қорқа соқтап тұрған Мұқия шешейде ұларды аңдағанда шыдай алмай ұмсына түсті. Апа, тоқтай тұрыңыз, тоқтаңыз. Мына тепшектен ұшып кетерсіз. Қарағым-ау, қайдан тап болғансың мына пәлелерге? Маған айтпастан неге кетіп қалғансың? Өзім ертіп барушы едім ғой. Апа, қорқпашы. Олар маған түк істеген жоқ. Осында алып келді, деп олар шешейді жұбатқан болды. Оған бірақ Мықия кемпір тоқтай қоймады. Ұлым-ау, әкеңнің тамыры Сметте кейінгі кезде өзгеріп кетті. Ана бір оқалы, сары түймелі орыс келгелі тыныштық жоқ. Жұрттың екі аяғын бір етікке тықты. Ел Смет кетеді деп жүр. Оқалы орыс осында қалатын көрінеді. Әй, жақсылық болмас. Есік аузындағы қазақ орыстар асық тұра түсті. Мықия кемпірді қолтықтаған аңшыда асығыз. Ұлар балам, деп Мықия шешесі де тездетіп сөйледі. Сенің бағыңа Смет тамырың келіп қалып, сол босаттырды. Мені қазір үйге кіргізбес. Мына қарғылы күзетшілер, өзің кірерсің. Абай бол балам, әкең секілді бір беткейлікке салынып жүрме. Оның мінезі қиқар, діні қат деді ғой. Бұлар аямайды, айтқанына көне бер, босанып шықсаң болды ғой. Ұлар, шеше, деп жұлып алғандай. Әкем де қамауда отырып беді осында. Жоқ, ұлым, ол қамаққа түскенше қолда өледі. Оның сыры өзіңе де мәлім. Сені сондай жүрегі қайтпастықтан сақтасын, ақылға қонақ берсін дегенім ғой. Жау жүрек бола берме. Олардың қолы ұзын, тері тепсекпен алда. Әлі жассың ғой, өмірің алда. Айтқаның болсын апа, деп олар келісім берді. Үйге бара беріңіз, мені күтпеңіз. Тезірек кел ұлым, Тәңірі тілегіңді орындасын. Ата-баба әруағы жар болсын, жалғыздың жары болсын, деп жалбарынып бара жатты. Қоңыр күздің жылыстап бара жатқанын білдіргісі келгендей, төңірек тұлан тұта түсіпті. Дымқылда ызғарлы ауа ауыр тартыпты. Қапастан шыққандай аңшы көкірек толтыра жұтты. Бойын бұла бір сезім серпілте түсті. Оны алдына салып айдаған қос қазақ орыс үйге қоса енді. Ала көлеңке ауызғы бөлмеден оң жақ бүйіріндегі саңыраулық есікке бұрылды. Бөлме кең тұғын. Мұнда тамыр Смет отыратын, іші де жарық еді. Бүгін бөлме іші көк түтін. Төр жақтағы үлкен үстел басында әлде бір сап сарала киімді, алтын оқа иықты біреу сары аюдай қонжипты. Қасында екі адам отыр. Оның бірі тамыры Смет, енді бірі орысша киінген, дөңгелені семірген, жалпақ беті жылтыраған қазақ. Бұл кіріп келгенде отырғандар неге екені белгісіз ошарла тұрды. Бәлкім мұның мысы басты, яки барыс терлі жамылғы құдіретімен көз арбады. Қазақ орыстар есікті ұлардың соңынан жауып, ар жағында күзетіп қалды. Алғаш тіл қатқан Смет болды. Аңырайып қалғандар сонда барып орындарына отырды. Тамыр Смет: «Ох, охотник, аю аулаушы!» деп бұған қарсы жүрді. Бірақ бұрынғыдай қазақша кеуде қағыспады. Қолын алып қысып қана қойды. Олар ұнатпай тұрғанын үнсіздікпен білдірді. «Олар», деді Смет, «сен ренжіме. Қазақтар бараққасына тұтқындапты. Қазір ол маңға баруға болмайды. Өткенде алтын жоғалған, бүлік болған. Мен алтын ұрлауға келгенім жоқ, Тамыр», деді оларда. «Аңшы ұрлық істемейді. Бізге керек болса айырбастап аламыз». Кенет әлгі қазақ шап ете қалды. «Сен аңшымысың, әлде бандитпісің? Оны анықтаймыз».
Отставить, деп ақырып қалды бағанағыдан бақырайып отырған аюдай орыс. Господин атаман, деп әлгі қазақта зыр ете түсті де, аузына жұқпай әлдене деп зарлай жөнелді. Қара сүртік киінген көзілдірікті Смет те аю орыстың арқасынан сілейіп қапты. Оқалы орыс болса толған бүйендей тырсиған тапал қазаққа бір қарап, сидиған су талдың қадасындай сыптығыр Сметке бір қарап, секірдай келіп. Ол әлден уақыттан кейін барып басылды. Оймақтай көзі ойнақшыған қазақтың тілмәш екенін олар сонда ғана түсінді. Аюдай орыстың сөзі тәмәм болысымен тілмәш бұған тап берді. Сен қайдан қаңғып жүрген адамсың? Үстің толған қымбат терлер, неге аңқысты сұраусыз қырып жойғансың? Бұл өңір патша ағзамның игілігінде. Мұнда сұраусыз аң аулауға болмайды. Сен бандиттік жолмен аңшылық құрғансың. Патшаның жарлығына қарсы шыққансың. Бүлікшісің, бандитсің. Қысқартыңыз, сізге полковник мырза олай деген жоқ. Дұрыс аударыңыз. Сөзге Смет тамыры араласа кетті. Олар аузына суырттап алғандай тіс жармады. Сіз де араласпаңыз, деп тілмаш та тіл жағына сүйене кетті. Бәрін бетімен жібергенсіз, сіз енді кетесіз. Бұл қазақтармен қалатын атаман екеуміз, сондықтан біз тәртіпке келтіреміз. Бұлар бір таудың қуысында қалған жұрт, нағыз жабайы жұрт. Орыс культурасынан да артта қалған. Жоқ, олай демеңіз. Бұлармен бірге бір талай уақыт өмір сүрдім. Нағыз адал адамдар, осылар. Отставить! Бағанадан Смет пен тілмаштың түсініксіз тілде шүлдір қаққаны шымына тиді ме, аю орыс барқ етіп үстелді қойып қалды. Что за разговор? Откуда басурман? Дикар. Да, дикий человек. Тілмаш аю орысқа қарап тағы да тақылдай жөнелді. Оның бірде-бір ләмін олар ұққан жоқ. Ұққысы да келмеді. Оның ойы орманда еді. Тезірек тауына аттанып анасына жолыққанша тағаты таусылып, төзімі түгесіліп тұрған. Құба күнде құбылып, күлгін беттеніп алғаннан ішия берген. Әңгімеге Смет тамыры тағы араласты. Енді екі жағы да шуласып қалды. Бәрі де бұл үшін екенін оларда түсінді, бірақ ол да ақырын үнсіз күтті. Мұнда неге келдің? Деп тілмаш тағы да тілге шақырды. Бірақ олар міз бақпады. Мейлі. Тілаузы байланған аңшыдан жауап ала алмаған тілмаш шарасыздық танытты. Өзі балың өзіңе, ит жеккенен бірақ шығасың. Патша ағзамның мал мүлкімен аңқысын тонаған, жер суын ластаған қалай екенін сонда көресің. Адам Смит мырза сендерді әбден есіртіп жіберген екен. Жаңа қожайын, атаман мырза асқақтатпас, балақтарының бит өскен екен, деп тілмаш ділмәрлікқа салынды. Мырза, сіз тағы да үркітіп қорқытуға көштіңіз. Бұлай сөйлеу, патша жарлығын аяқ асты ету деген сөз. Ол үшін жауап бересіз. Жергілікті жұртты кемсітіп, қорлауға болмайды, деп Смет тамыры тағыда келікті. Дегенмен тілмаш басылып жүні жығылғандай болды. Енді неге жауап бермейді? Атаман мырза күтіп отыр ғой. Мырза, мен өзім сөйлесейін. Олар екеуміз баяғыдан тамырмыз. Бұл сөзге тілмашта атаманда келіскендей сыңай танытты. Олар, деді Смет. Мен енді бұл алтындық ауылының қожайыны емеспін, ана отырған атаман мырза. Сол кісілерге неге, не үшін келгендігіңді бір аузыңменен жеткіз, есінеме ессін. Олар да мән жайды түсіне қойды. Іс насырға шауып кетпесін деген ойда оралып өтті. Сұпсыр өңін жылытып, қыранның көзіндей қан талай түйілген сұғын жұмсартып, қайдан келіп, қайдан тұрғанын баян қылды. Тамыры мұның жай жапсарынан мәлім болса да, оларға көз қып айтқызып тұрғанын да түсінді. Өзінің ширғулы екенін сездірмеуге тырысты. Смет тамыры майын тамыза жеткізді білем. Қасқа маңдай аю орыс басын кейде шұлғып, кейде шайқап отыр. Ол әлде бірдеңе деп еді, тамыры қолма-қол тіл қайырды. Сол-ақ екен оқалы орыстың тұздай көздері шақшиып, түксіз жақтары жыбырлап, жуан даусы көкке жеткенше бақырады. Смет тамырда бір нәрсе деп айтып жатты. Тілмашта суырдың айғырынша шошаң-шошаң қағып, шолтаң-шолтаң сөз жарыстырды. Үшеуі әрі-бері кергелесіп барып тоқтады. Аңшыға енді тілмәш тілмен жүгінді. Олар, аулаған аңқыстарың үшін пұл төлеуің керек. Сен ешқашан ондай нәрсені төлемеген екенсің. Аңқыс патшаныкі, алтын қазушыларда жер үшін, оның байлығы алтын үшін патша өкіметіне, Ресейге алым-салым төлеп тұрады. Сені осы уақытқа дейін төлемегенсің. Соның құнына осында алып келген терлерің мен ана үстіңдегі барыс терісін тастап кетесің. Бұл бір. Екіден, сенің тамырың Смит мырза айтып отыр. Он, тұз, бидай, тары алғалы келді деп. Оларды атаман аз-аздап беретін болды. Ол да сенімен тамыр болғысы келеді. Бұған қалай қарайсың? Алымнан да ада күде құтыласың. Қапелімде аңшы жігіт қалай жауап берерін білмей сасып қалды.
Әрине, тамыр болады, деп олардан бұрын Смет жауап берді. Шамасы жоқ деп айтып қалама деп асықса керек. Тамыр да болады, теріде әкеп тұрады. Солай емес пе, тамыр? Солай, деп бұл да тұтықты. Барыс терісін атаманға береді, деп Смет салмақты бұған сала, жауапкершілікті өз мойнына ала сөйледі. Алтай аман болса, жабайы аңа жынатады ғой. Олар аман болса, теріден таршылық көрмейсіңдер. Бұл өзі Шлем мырза, нағыз жігіт, деп жігіт сөзін орыс ұлығы ұқсын деп орысшалай айтты. Ал аңшының ойына Мұқия кемпірдің тері терсекпен алда деген сөзді түсе берді. Смет тамырының сөзі қамшылай түсті. Құзғындының құс шыңнан атып алған, бұла бекемене өткізген жастықтың жазғы түндеріне куәгер болған түбіті, жұмсақ теріні қимай тұрса да келісті. Бар шамлығыны берейін, бірақ молырақ астық берсін. Ондағы ойы Мұқия кемпірге де тастап кетсе, Мұқия апама қыста аз ғана арық-тұрық малдарына да жем шөппен көмектессе. Шөпті мол шапқан мұжықтардан үлкен мырза алып берсе, мен де адал тамыр болам. Тамыр тамырға сенеді. Тілмаш аңшының аузынан шыққан сөзін шыбын шіркей қаққан көл бақаша іліп алып, оқалы киімді мығым орысқа қаз қалпынша жеткізді. Оның салқын өңі жібеді. Жигит хорош, охотник хорош, тамыр тоже хорошо, деп арқадан қақты. 8-ші трек. Өзі де өлеңді жердің өгізінде етшеңді, еңгезердей неме екен, олардай сүйекті тау қазағы иығынан зорға келді. Аңшыда, тамыр тері большой, кушай көп, тамыр хорош, деп тіл сындырды. Смет болса джентльменге көшті. Бәрді бір мезгілде мәресәре болысты. Тыста алағаншық аққар қапалақтап, тұсауғанша жарыла алмай тұрған жарадай тырсылдаған қара күздің күні шідерін үзген. Аңшы Алтайының басына, анасының қасына асыққан. Талай жыл жалғыз тастап кетіп жүргенде жаны бұлай байыз таппай қоймаушы еді. Сезімі қозғап, сенімі секем алған аңшы әлденеден күпті. Өзде түсіне алмай-ақ қойды. Бар тілегі сумылтыққа тезірек жетсем, бармаққа байлаулы маңынан кетсем болды. Ол бесін ауғанда аттанып та кетті. Соңында тілеуін тілеп Мұқия кемпір ұзақ тұрды. Сумылтықта сырдан қақты. Желемек күшті желге айналды. Тау арасына түнек түсті. Ат құлағы саңырау ақ түтек айналып соқты. Көк аспан мен қара жер қақайырылып, құбақан арғымақ мінген адам ұйтқыған осы ұлы дүниеге шым шыдап батып, төпсіз құрдым тартып бара жатты. Аласапыран әлем беймәлім бауырына басқан, бірақ бейкүнә жанның беті қайтар емес, аялдамастан тартқан. Астындағы жануарға сенген, сумылтықта иесіне сүйенген, тегінде жабайы тарпаңның зыты бар жылқы құлағын қайшылай, жанарын тіктей түсті. Жаз бойы жайылым мен міністі қатар көріп, мезідей жараулы жануар жазбай басқан. Сіңірлі тірсекпен дүмді тұяқ әзірге сыр берген жоқ. Күйлі айғырдың аңшыны көтерген белі де бекем, кеудесі де өр. Тізесі бүгілмес, тұяғы кетілмес тарпаңның тұқымы ғой. Таң бозындағы сырғақ күн боранды бұлғақ түнге ауысқан. Жапалақтаған жапсықақ қар қиялай қапалақтаған қиыршыққа айналды. Үскірікті суықта сүйек-сүйектен өтеді. Күллі төңірек көндей құрысқан. Ерте көктемде көш жүретін қиын сайдың бүйіндей кең мол қолтықты ашы ішектей иір-қиыр ішінен тез арада құтылып шығуда оңай емес. Жер жадысына жіті жануар сумылтықта қиналып келе жатқаны анық еді. Салмақты қос қоржында шатқаяқтата түскен. Қиын сайдың қысаң тұстарында жол тау өзені ағып жатқан арнаның табанымен өтетін. Бұлайғы күнде тілерсектен шаятын тау суы қазір бауырды жалайды. Бусанған жануардың буыны қарып өтеді. Сумылтықтың қолқа жүрегіне дейін суынады. Иесі иілер емес, қайың ерге қазықтай қадалып желімдей жабысып қалған. Берік тақымы да былқ етер емес. Түлкі тымақты баса киіп, ердің алдыңғы қасында бөктерлі жүретін тұлыпты қымтай оранып алған. Астындағы азбан үшінде қам жер емес, бар білетіні азбан аман болса, таңға жетпей жетері ақиқат. Тек ұлы таудың ұры қолтықтарын қуалай соққан боран ғана бұрқ-сарқ бүлінген. Алды арты орайда борай көтерілген жел үні кейде ышқынып, кейде ыңқылдап құлаққа жетеді. Алтайдың аң мен құсына, жыбырлаған жандысы мен қыбырлаған қандысына пана қалың орма шулап, асаудай тулап, үнге үн қосқан, көзсіз қараңғы түн басқан. Аңшы әзірге тоңа қойған жоқ. Бітеу тігілген тері киіммен ызғар қарыр емес. Санада сергек, сезім ғана сырғақ. Шаған шешесін жалғыз қалдырып кеткеніне өз-өзін жазғырып та келеді. Жаз беті емес, қазір күз. Қара күзде бұл ұзап сапар шекпеуші еді. Тышқан шылаған түлкі құсап тірлік кешетін.
Әкесі Баршынбектің қарасы батқаннан кейінгі жерде олардың да жүзі сынық, көңілі қапалы, жаны жабырқаулы. Әкесіздікті, жетімдікті жан тәнімен сезінген, әсіресе жалғыз жүргенде, аң аулап аулаққа кеткенде жүрегі езіліп, көңілі бұзылып сағынатын. Тері иісі аңқыған жұмыр мойны бала кезіндегідей асыла кетіп, танауын тыға құшырланып искесе бір. Мұндайда көз жасын бұлапта алатын. Сол әкесі өсиет қылушы еді. Ер жігіт түздің аңы. Бірақ тырнақты аңда, тұмсықты құста ұясына айналып соғады. Адамда солай, шешеңді жалғыз қалдырушы болма. Жазда жер түбіне кетсең де, қыста қарғадым жерге ұзама. Мен де қартаямын ғой деп айтып жатқаным ғой. Алтайдың қысы құбылмалы. Жыртқыш аңы да жан кешті. Ақмақ аю қанша қоңды болса да, қаңтарда көңілі қоңыл тақсып, жеміздеп қаңғитыны бар. Қаңғыбас кісіге қаймықпай шабады. Қазір бірақ қаңтар емес қазан. Алтайдың қоңыры мен қарасы қалың ұйқыға қисая қойған жоқ. Қар екі жаумай, жалпақ табан жұқармай жата қоймайтыны және мәлім. Сондықтан да қауіп көреді. Бірақ жеміс пен жемтікке аузы майланған Алтай аюы ілеуде бірі адамға азу көрсетеді. Қара күз бен қара қыста адам алыпты, жазым қылыпты дегенді бұл естімепті. Ерте көктемде болмаса, ол уақытта бірақ тау иен. Құрық бойлар қалың қар бауырынан жарап, астынан еріп жатқан көктемде ашарық жыртқыштың жан баласынан тайынбайтынын алтайлықтар жақсы біледі. Қарағырдан қызды тауға күшіктеуге келген жау жүрек бөрілердің жемтігіне айналатында осы кез. Даланың азулы бөрісі орманның алып аюын алып, тісін сүйекке қайрайтын, тілін қанға шалшитын. Қараңғы түнге қожа болып алған мына ақ түтекте аңшыға осындай ойлар лекер болды. Аюша ақыры бөріше ұлыған түнде анасының екі көзі төрт болып, санасы сансаққа жүгіріп отыр ғой. Шешесі бірақ қоян жүрек еместі. Қайраты бір өзіне жетерлік жан. Жалғыз қалып жалғыздықта күн кешіп келе жатқалы қашжан. Жалғыздық оның жан серігі. Бас құраған Баршынбегі де ақ таң ертең кетіп, кеш келетін. Ақыры ақ түскен қарашықтай ада күде жоқ болды. Ал жалғыз ұл бұдан да не қайыр. Күн байыта батырып, түн оздыра атырып жүргені. Су мылтық жануар барлығар емес. Боранды түннің бауырын тіліп, байыпты жүріспен келеді. Бұған да оңай емес. Жын ойнақ ортасында қалғандай күйде екенін иесі де біледі. Асыл сойдың тұқымы сыр білдірмей ақ желеді. Олардың ұйғаруынша қиын сайдан құтылған сыңайлы. Қара ормансыз селдір беленге іліксе керек. Желде ұйтқи бермей, түстіктен көтеріле бетке ұрды. Бірақ түнек түрле қойған жоқ. Түн ортасы аусада ақ дейін адасар түтек түтеп тұр. Боран таң ертеңнен бастау алып, солықтай соғып тұрғанын осы жалтаң дөңде сезінген олар кейде 2-3 күндеп, кейде апталап соғар, Алтайдың ақ түтегі басталғанын біледі. Бұл енді мал мен жанға қатар батар табиғаттың қысасы екенін бағамдамағанда, ойына жылқышы қыз бұлап еке орала кетті. Ет жүрегі шым етті. Солақ екен бораннан бұққан бойын түзеп, желден ыққан жанары жарқ етіп, тамыздың қоңыржай кеші айлы түні бір сәт елес беріп өтті. Отты көздің қиығынан ыстық жасты желеліп әкетті. Аңшының аузынан жоқ деген сөз шықты. Оны бірақ өзде ести алмады. Бөгде біреуге бүйіріп, ұзатылып кетті дегенге сенбеді. Желе жортып келе жатқан азбанды қос бүйірден тебінді. Азбанда жалтаң жонда шаба жөнелді. Тершіген жұқа шабы керілді. Ол өзі шамалағандай таң білінбей жетті. Таң алдындағы тас қараңғыда астындағы азбан киіз үйге тұмсығын тіреп, басқа ұрғанды қалт кідіргенде олар үйге кеп қалғанын бірақ білді. Шешесі ұйықтап жатыр ғой деп ойлап, су мылтықты мамағашқа қарай алып жүрді. Ұзын тұлып етегі үріп тастаған күртік бетін сыпырды. Көз жұмылта жүз қарыған үскірікті қараңғыда қос қабат киіз бастырманы көтере, шыбықты ағаш есікті аша кіргенде, ошақтағы қызыл қарағайдың жуан түбірінің шаласы таусыла қоймаған екен. Жанға жайлы жылы леп жүзіне ұрды. Қара көлеңке үй ішінде көзде үйрене қоймаған, ұйқысы сергек шешесі селт етпеген. Олар, апа, біз жеттік деп дауыстаған. Бірақ жауап болмады. Ешкім тіл қатпады. Аңшының жүрегі су ете түсті. Шешінбеген бойы оң жақтағы шымылды құрулы сүйек төсекке қарай ұмтылды. Төсек орын жинаулы қалып екен. Бұл аңырап қалды. Тілі де тістене байланды. Тыста дүлей дауыл ғана өлі қақты. Қос қабат киіз жабылған, тері тұтылған үйге жынды, желіні балаша өлдей жеткен. Осы бір жанға жағымды үнді естей тұрып, аңшының ойы онға бөлінді.
Табан астында татымды ойға беки алмады. Қаны тасып, сезімі сырғақсып, жаны қиналды. Әлден уақытта апа деп айқайлап тыстағы түнекке қарай атылды. Аш бурадай азнаған боранды түн суық құшағына қысты. Ол белбеуден ұстай үйді айнала апаладай келіп, бірақ қайырымсыз қараңғылықтан, сұрапыл суықтан жауап қайырылмады. Оның алқына айғайлаған үнін суыра соққан жел жұтты. Ашуланған аузын қиыршық қар тұтты. Есі шыққан адам жүгіре басып жылы үйге қайта енді. Қыпылып кеп жүргенде аяғына оратылған ұзын тұлыпы тыста қалды. Өз-өзіне келе алмаған аңшы жігіт үй ішінде де байыз таба алмады. Ес-түссіз тысқа беттеді. Қоңыр көзінен қатып қалған қойдың құмалағандай жас та жібімеді. Есіне есеп бере алмай қалды. Қайта ұмтылып бастырма киіздің бір бұрышын жұқа көтерді. Тағы да алай-түлей боран жағасынан алып, желкесінен тұқыртып, жауырынан итерді. Тағы да үй айнала беріп, әлденеге аяғы шалына құлады. Аяғы астында былқ ете түскен тұлыпты шешесі екен деп шыр ете түсті. Санасы да дем арасында сауығып кетті. Апалай зар еңіреп, көз жасы бұршақтап қоя берді. Қолына бірақ қара тұлып қана ілікті. Ол жансыз тұлыпты тізерлей құшақтаған күйі отырды да қойды. Жүйке жүйесі босап, қара қабырғасы қаусап, жан жүрегі қан жылап, сезім сауаны селсоқ тартты. Ұлы бойын боран алып, тәні мұздағасын орнынан көтерілді. Үйге сүйене ілгері аттай қолына киіз үйді бастыра тартқан жуан арқан тиді. Жел көтермесін деп шірене тартылған кендір арқанда бос екен. Білектей қазығы да жұлынып алынған бойы салақтап, байлаулы жүргенін мұздаған алақанменен ұстап көрді. Тоң жүріп кеткен қара жерден қазықты бел ортасынан қайта сындырып алмай, суырып алған мұндай алапат күш аюда ғана болатынын аңшы осы сәт саралап өтті. Ах, деп өкіне ақырды. Жұлын тұстан кеулеген ыстық бір толқын соғып өтті. Ыбыстық жас сұп-суық бетін жуды. Тісі-тісіне темей сақылдап, тұла бойы қалтырады. Үйге кіргеннен кейінде қалтырап тоңғаны басылмады. Көп уақытқа сансыраған санасы орны қалмады. Қайғы басқан қара үйден бауыры езіліп, жүрегі жаншылып отырды да қойды. Түнекті түрер таңды күтті, бірақ ұзақтан атпады. Аңшыны ауыр оймен мұң басты, қара қаны тасты. Тыста бұзық боран ғана бебеу қақты. Боранда күн-түн булықты. Күн мен түнде аңшымен бірге ананы аза тұтты. Аяғы құлақ тесті, пышақ кесті тынды. Тауға да таң атып күн шықты. Аңшы да ащы шерден арылып, суық көрден тұрғандай болды. Булығып барып басылған жан кешті тірлікке бет беріп, қан кешті қатыгездікке сес бекітті. Жүрегі беріштей қатып, қаралы көңілі сеңдей бұзылып, ыстық қаны мұздай суынды, шыбын жаны ғана шырылдай қуынды, қоңыр көзі қанмен жуынды. Қанды кекті қайырымсыз ажалмен қайыруға бекінді. Жел тоқтап, боран басылысымен төңіректе тінкілеген олар шешесінен қалардай еш белгі таба алмаған. Үлкен қара жал мен кіші қара жалдың арасындағы алып аңғарды алғашқы қармен ақ сықып, сүрлей үрлеп тастаған еді. Үлкен қара жалдың күнгейі ғана қара алмаған күйі қарауытып жатыр. Сумылтық қыс бойы күнгейді тебіндеп шығатын. Қазірде ол сол қарсыз, ормансыз қара қабырғада жайылып жүр. Аңшы апыл-ғұпыл жиналды. Үйден тұз бен қуырылған бидайды бір айға жетерлік қып алды. Оны-мұны да ұмытпады. Құлаш жарым жалпақ шаңғының табандағы бұғы терісін сыпырып алып, самырсының шәйіріне қайнатылған желіммен қайыра желімдеді. Қасқырдың ерітілген майымен терінің түгін майлады. Күн көтеріле кіші қара жалдың қимасына қарай қатты күртік бетіменен тайғанақтап сырғанай жөнелді. Қима үстіне көтеріле бұрылып соңына қарады. Аңғарда бір кезде әкесі мен шешесі көтерген қоңыр отау жетімсіреп тұр екен. Жанарына жас келіп көңілі бұзылып қоя берді. Оның осы хәлін сезгендей алыста қарайған сумылтық серігі де кісінеп, иесінің бойын шымырлатып жіберді. Кенет ол кектене қалды. Жалт бұрылып жөнеле берді. Арқасындағы ауыр жүк пен бесатардың салмағын елегенде жоқ. Тік беткейден құлаған тастай қимадан қиялай ақты. Ашық өңірін ызғырық кеуледі. Қайғыдан құса көкірегі кенет ашылып кетті. Шерлі көңіл шерменде күйден арылғысы келгендей оқыс сілкініп сала берді. Бойын мұздай ауа кернеп әлде бір мәрт сезім биледі. Аю терлі жамылғысы ту сыртында түңіліктей жалпылдап, бөрі майыменен майланған бұғы тері табанды шаңғысы шарықтай зырлап, олар еңіске қарай құмайша құлдилады. Бораннан кейінгі ызғарлы күннің ашық қабағы астында Қызырбайдың ескі жұртына қарай жылжып жөнелді.
Таяқсыз тепеңдеген аңша селдір орман ішінде желген атпен пара-пар сырғанаған еді. Күртік үйіріп тастаған жұртқа ол тоқтамады да, тоқтайтын да жөні жоқты. Шұңғыма тынбай шатына тезірек жетуді, әлде бір аюды арсы-күрсі алуды, қоқырата жығуды көздеген. Ол тынбайға иек артар, иінге көтерілгенде қос қаражал кәдімгідей алыста қалған еді. Күнде түстен ауып кеткен. Олар қарағайдан жалданған ұлы жоңға көз жібере тұрып, су мылтықты еске алды. Жалғызсырап қалдау деген ой оралды да, қараша үйді қара тұтады деп түйді. Бұрын шаған шешесін паналайтын жануар. Бір жақсы бұл өр Алтайдың басында оған шаба қоятын ұялы ұйтқыш жоқ. Олар малмен бірге ойға түсіп кеткен. Жалғыз қауіп аю, ол да бірақ тоқ. Шөпшеңкі аю атаулыға азбан алдырта қоймас, тоқ аю шаба қоймас. Бірақ тоқпын деп тоқ мейілседі ме, шешесі ғайып болмады ма? Аю шаппаса адам алды ма? Алтайда аюдан басқа жау бар ма? Бары бар ау, ол адам. Иә, адамның өзі. Әкесі де, шешесі де үшті қилы жоғалды. Әлде адам, әлде аң жем қылды. Әй, аңнан адам қатерләу. Бұған екі аяқты адамнан төрт аяқты аң жақын. Аң ашық жолғады, адам тасадан тіс басады. Адам аңнан бетер жыртқыш болып кетті ғой. Мынадай жапан түзде тағылығын қоймайды ғой бұл адам. Дегенмен де тағыдан да күні төмен. Осындай бір ойлар ызғырықты иін үстінде оралып өтті. Ол оратыла кеткен ойдан құтылғысы келгендей, қатты күртік үстіменен күтірлете сырғанай жөнелді. Тері табан шаңғы астында шықырлаған күртік беті түсте жібіп, күн еңкейе балық қабаршақтана қалған екен. Өзекті жанға бір өлім деген бұлдырықтай ой бұлаң ете түсті. Әлде бір ой түйіні кенет қылаң берді. Өзекті жанға бір өлім. Жалғыздықта жан кешуге болады, бірақ жалғыздықта жан кешуге болмайды. Жаның жоқтаусыз, тәнің көмусіз қалады. Жоқтаусыз қалғаның жаныңа жан баласынан 7 қат көкке жетерлік жоқтау салынбағаны. Көмусіз қалғаның тәніңнің қара жердің қойнауына арулай жуылып қойылмағаны. Жоқтаусыз жанды қызыл тұмықта, көмусіз тәнді қара жерде қабылдай алмас. Жапанда жазым болудан сақтасын. Адам болып туған соң, адам болып өле біл. Адамға ақ өлім керек. Ақ өлім бірақ әркімге бұйыра бермейді. Бұйырса әкесі мен шешесіне бұйырар еді ғой. Бірақ бұйырмады. Тәңірі бұйыртпады. Бәрі де бір жаратқанның ісі. Тәңірі танытқан өз түсіне сенсе, әкесі алма қайып аң соқпақта арманда кетіпті. Алқалы тезге түспеген алтын басы құрулы кезге ілігіпті. Қанды қарауылға тігіліпті. Әлде аңға, әлде адамға құрылған қазақ орыс пен кержақ орыстың бірінің ажалының аңсаған мылтығынан мерт болыпты. Оған да бірақ түс күә, түс болжау. Сынаптай сырға қоймен суман қақты. Өзінің мәнсіз өмірінен алыды, кенет күпірлі қылғанына ренжіді. Ешқандай да мәнсіз емес екеніне өзін бұл баяғырақ сендіріп қойған. Бала көңіл, бұла тірлігіне баяғыдан дән разытын. Ендіше, бұл үшін өмірдің мәні жалғыздық, әлгіндегі арсыз ойдың бәрі де сандырақ. Өз басы жалғыз жүріп жан кешуге бар. Бұл түрлік жатырдан жанға жығысты, туадан сүйекке сіңісті. Енді бұдан қашып құтыла алмас, құтылғысы да жоқ. Күні кеше көрді емес пе? Май қапшағайдың тас сыннанында зарықпады ма, торықпады ма? Адамдар деген солар ғой. Қалай ғана қаймана тірлік кешпейсің, кешесің. Тау сағалап, тас саналап күн кешкен тірлігін қымбат. Мойынға бұғау, сынға бұрау салған пенделер арасынан гөрі тәнге тыным, жанға серік берген жалғыздықтағы тіршілік артық. Бұл түрлігін тәңірі тартып алмаса, адам айырып ала алмас. Арғы ата-бабалар мен бергі әке-шешесі ұстаған жолдан олар да бұра тартпас. Тіпті бұлабеке ғайыптан оралса да бұралмас. Бұл бұрғызбас, жалғыздығы жан азығы. Шылбырдай ширыққан ойды ұмытқысы келгендей ол терең тынбайдың күнгейіндегі әлде бір тұмсығынан төменге көз жүгіртті. Боран басып тастаған ұлы сай тым-тырыс жатыр. Шулы шұрқанды жазғы тірлігі тыным тапқан сыңайлы. Қар ала алмаған күнгейінің жалтаң жондары тақырала тайдай. Алғашқы бораннан қарқ қалған теріскейдің ығы-жығы қарағайлы қабырғасы қалың жүн құнындай. Көктемнің көгінде алашабыр бұлтты күз күні тынбай биігінің белеңінен әне-міне асып кетуге асыға қалыпты. Қарлы қара күздің қара суықты кешеде кешікпей қонақтайын депті. Дәл бүгін дөң табанға жолға алмасын аңшыда